Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пицца дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы су, оған тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды салып араластырамыз. Және илектен өткізілген ұнымызды салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызға сұйық май құйып, тағы бір илеп шығамыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындап алсаңыздар болады. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Көтерілген қамырымызды видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Пиццамызды 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Піскен пиццамызды алып, бетіне сыр сеуіп, қайтадан пешке 5 минутқа саламыз. Пиццамыз дайын болды, ас болсын.